Ұлыбританияның Украинадағы елшісі Ресей әскерінің бір құралы әйелдерді зорлау деп мәлімдеді. Бұл туралы Азаттық сайты. Ұлыбританияның Украинадағы елшісі Миринда Симмонс Ресей әскері басып алған аймақта Украина әйелдерінің зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқаны жайлы пікірін білдірді. Әзірге Украинадағы мұндай зорлық-зомбылықтардың ауқымы қандай екенін нақты білмейміз, бірақ әйел зорлауды Ресей әскері құралға айналдырған сияқты. Әйелді балаларының көзінше қызды отбасының алдында зорлау асқан жауыздықтың белгісі. Олар сөйтіп халықты құлға айналдырғысы келеді деп мәлімдеді дипломат. Халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымы Харьков облысында 23 наурыз күні отбасымен тығылып отқан әйел зорланғаны жайлы мәлімдеме жасады. Әйелдің сөзіне қарағанда, оны зорлаған солдат ұрып-соғып, беті мен мойнын пышақпен кескілеген. Құқық қорғау ұйымы бейбіт адамдарға жасаған зорлық-зомбылықтың басқа 2 фактісін хабарлады. Әйел зорланғанын Amnesty International Украина директоры Оксана Покальчук те растады. Соғыс басталғалы 5 аптадан уақыт ішінде Ресей Украинаның көптеген қалаларын атқылап тастады. Әзірге өлгендердің нақты саны белгісіз, мыңдаған адамның қаза болғаны хабарланып жатыр. Украинаның көптеген қалаларында тұрғын үйлер, мектептер мен ауруханалар қирады. Сонымен қатар Киев мері Виталий Кличко Украина астанасы маңындағы бейбіт тұрғындардың өліміне қатысты дәлелдерді қорқынышты фильмдегі көріністермен салыстырады. Біз қазір Ирпень мен Бучада көріп жатқанымыз бұл қорқынышты көріністер. Өкінішке орай, олар фильм емес деді ол. Бұл шындық. Қолдары артына байланып өлтірілген бейбіт тұрғындарды көрдік. Бұл қорқынышты шындық. Мен мұны істей алатын кез келген адамды түсінбеймін. Бірақ Украинаның басқа да көптеген қалаларында дәл осындай көріністер көп екеніне сенімдімін. Агрессор бұл үшін тиісті жауабын алу керек. Мыңдаған украиндердің өмірі үшін ауыр жауап алуы керек. Біз өз қалаларымызға және тұрғындарымызға жасалған қиянатты ешқашан кешірмейміз, деді ол.